Şimdi bir жақында olgun жаңа кітабы шығады. Anazı kitap Ана Жемекенің жаңа жазып жатқан кітабының жазушысы авторы Серік Абдырайымов. Иә, жоқ көрген соғысат болады. Сол жазып шығарып кітаптан бұрын бізге тек береді қолжазбасында қайтадан оқып өңдеп қай жерде жазылмай қалған не болса тағы жаздырып соны баспаханасы бар өзінің. Қиын аудасаң бірдемде жаңа басып береді жазып кітапты. Соны әр үйге бір-бірден беріп қойып осы сол естелік. Ауылдың кішкентай ғана тарихы. Біздің кейінгі жастар қайда жұмаханатаны біледі дейсің бе? Қойылатын ауыз қалады дейсің бе? Оған туыс санам не тұрмын, міне артамыздың кім-кімнен тарағаны, кім-кімнен еткені ауылдың ақсақалы береді. Ашқайым, мадәпті өлдей, ешкімді қалдырмай жазып алдыңыз. Міне. Соны кейін оқып, таныстырғаннан кейін енді өздеріңіз тағы қосатын жер болса қосып. Аяғында қосатын жері бар ма? Жоқ, ол қайда тұрған? Жоқ, жазылады? Жазылады, оған бөлек бір неге жазатын жері болса. Сіз бір қосам деп бар беріңіз бе? Иә. Қоспай ғой ма? Қосатын керек жоқ. Жоқ, жазасызда сосын сендерге жасап беру жетінде сол. Қосады. Бұлмай сөйлеудің әлем тұрғаны ма? Сіз барсыз ба ішінде, ар жақтан көшіп келген туысқандардың ең алдыңғы көші деп сізді жазып едім. Алдыңғы көші. О, сіз айвайдан кейін келдің ғой. Ал шай ішіңіздер? Уақыт бар, асықпаңыздар. Айтпай оқыды. Не сайтты Асырып отырдым, мұсекелмен қараққа қоймын, яқы барамын. Сонымен мұны жетіспен қарған жерлер болсын, ақылда қосасыздар деп сонда мұны Қытайдан келген адаммен бір адам жоқ. Әлі кешем қойып, арбайдан қасына жей жазылған. Оршықына бірем отырғанда, мұны аяқ жақта отырған. Мен туысқандардан жазбап, енді артынан жазылар ғой дейді. Мен кішкентай отырғанды сездік. Мырзабай сөйтіп бірдеме айтпағанда сөйді. Жоқ, ол да тарих қой. Ол да тарих қой мына. Қайдан алғаш көшіп келген? Басқа мүнді айтпай бер ғой дейді.